Баршаңызға сәлем. Иісі, көрінісі, дәмі және түсі өте керемет болып шығатын осындай овощной икра дайындаймыз. Арнама қош келіпсіздер, сіздермен бірге Диана. Алдымен жұмысымызды осындай қызанақтардан бастаймыз. 7 кг қызанақтың үстіне қайнап тұрған ыстық суды салып, үстінен қақпағын жауып, 10 минутке алып қоямыз. 2 кг баклажанды турап, тұзды суға салып қоямыз. Қалған заттарымызды аршып дайындап аламыз. Осындай 2 кг сәбізді ет тартқыштан немесе үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізді осылай өткізіп болған соң, артынша тәтті бұрышымызды өткіземіз. Туыры 7 кг тәтті бұрыштан соң сырт қабат аршылған қызанақтарымызды өткіземіз. Бұл да туыры 7 кг. Насатканы өзгерттім, немесе үкіштен өткізсеңіздер болады. Осындай 5 кг кабачки. Артынша жарым килограмм сарымсағымызды өткізіп аламыз. Тұз суда тұрған баклажандарымызды осылай жақсылап суынан сығып аламыз. Мінекей осындай болады. Икрамызға салатын заттар түгел дайындап алдық. Қызанақ, тәтті бұрыш, кабачки және осындай сәбіз және 1 кг пияз ұсақтап тураймыз. Баклажан. Қазанымызға 800 мл май құйдым. Үстінен қазан жақсылап қыздырып аламыз және үстінен пиязымызды саламыз. Осылай күйдірмей, бірақ қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Үстінен баклажандарымызды саламыз. Тура 10 минут қуырамыз. Осылай 10 минут қуырып болған соң үстінен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып араластырамыз. Сәбізімізді осылай 10 минут шамасында қуырып алдық, баклажандан соң салып, жақсылап қуырып алған соң үстінен кабачкимізді саламыз. Байқасаңыздар, кабачкиміздің көлемі осылай көп болып тұр, өте сулы болады. Сондықтан жақсылап араластырып, осылай су тартылғанға дейін 15 минут шамасында қуырып аламыз. Астында оты жоғары болып тұр. Міндетті түрде ошақтың басынан кетпей, қазанның басынан кетпей, осылай жақсылап қуырып және араластырып тұрыңыздар. Мінекей осылай кабачкиміздің көлемі азайды, үстінен тәтті бұрышымызды салып араластырамыз. Тәтті бұрышымызды осылай салдық, араластырып алдық, осылай сарқылдатып 5 минут қуырып аламыз және үстінен қызанағымызды құямыз. Осымен қазанымыз толы болады. Менде тура 20 литрлік қазан, көшедегі ошаққа істеп жатырмын. Жақсылап араластырып аламыз. Осылай сарқылдатып қайнатамыз. Жақсылап қайнап шыққан соң қақпағын жауып, астына өтін төмендетеміз және жарты сағатқа дымдап қоямыз. Мінекей осылай су тартылды, байқасаңыздар, қазаның толы болып тұр еді. Және үстіне сарымсағымызды салып, астына оты баяу, үстіне қақпағын жабамыз және осы сәтте тұзымызды салып, қақпағын жауып 20 минутке дымдап қоямыз. Қазанымыз дымдалғанға дейін укропымызды турап дайындап аламыз. Осылай 20 минут өткен соң үстіне укропымызды саламыз және жақсылап араластырып, тағы да 10 минутке қақпағын жауып дымдап қоямыз. Осымен икрамыз дайын. Укропым салған соң тура 10 минут қайнатып алдық. Осылай сарқылдап қайнап жатқан кезінде жақсылап араластырып аламыз. Майлары жоғарыға қарай шығып қалады. Дәмі өте тамаша және иісі өте керемет. Толық сенімділікпен айта аламын, осындай икраны 10 жыл шамасында осылай етіп жабамыз. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдынан дайындап қойған стерильный банкаларымызға құйып, үстіне крышкаларымызды жауып, бұрап жауып тастаймыз. Осылай банкаларыма құйып алдым, үйге кіргізіп, және үстіне крышкаларымызды жауып, міндетті түрде крышканың астына резинасын тексеріңіздер, жақсы жабылған болу керек. Дәл осы ингредиенттерде менде тура 16 литр осындай овощной икра болып шықты. Үстіне жылы одеялды жауып, салқын және қараңғы жерде сақтаймыз. Икрамыз осындай өте сочный, өте дәмді, әсіресе осындай суларына кәдімгідей нан батырып жегенге өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Видеом пайдалы болып жатса және ұнап жатса, подписаться батырмасын басып, қоңырашаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Аман сау болыңыздар.